Жеті ата. Халқымыздың жеті ата туралы, оның мәні жайлы білмейтін қазақ сирек болар. Менің де біршама мағлұмат түсінігім бар. Әйтсе де, азын-аулақ білгенімді ортаға салып көсемсігім келмейді. Неге десеңіз, оның бәрі қайнатамнан үйренгендерім. Ол кісіден асырып бәрібір айта алмас едім. Сондықтан жеті ата жөнінде атаның өзі айтқан әңгімеге назар аударыңыздар. Халқымыздың ертедегі дәстүрі бойынша әрбір қазақ өзінен бастап жеті атасына дейін жетік білуі міндетті еді. Ата-ана мұны баласының тілі шыққан соң үйретуі парыз саналып, отбасылық тәлім-тәрбиенің әліппесі негізі болған. Тек ата-анасынан ерте айырылған жетімдер мұндай тәлімнен құр қалған. Жеті атасын білмеген жетімдіктің салдары деген осындайларға қарата айтылған. Ал әке-шешесі бола тұрып, жеті атасын айта алмайтындарды жеті атасын білмеген жетесіздік деп айыптаған. Әрбір қазақ жеті атасының өмір жолын білуі арқылы кем дегенде 2 ғасырлық мағлұмат алады. Ұрпақ жалғастығының ізі, сүрлеуі сақталады. Жеті атасын білген ер жеті жұрттың қамын жер. Жеті атасын білген ұл жеті рулы елді билер дегеннің мәні тамыры үзілмеген бауырластық, қандастық қасиетін айтқанында. Жеті атаның өз атаулары бар. Төменнен жоғары қарай бала, әке, ата, баба, арғы ата, түп ата, тек ата деп аталады. Ал жоғарыдан төмен қарай әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, туажат. Ары қарай жүрежат, жекжат, жұрағат, қаймана деп кете береді. Қазақта туыстықтың шегі жоғарыдағы жеті атамен аяқталады. Мұның да өз жөн жобалары бар. Жеті атаға толған соң жеті атаға толыстық, жеке ел болыстық деп жар салып, жеті жұрттың белгілі адамдарын куәлікке арнап шақырады. Құдайыға боз бие сойылып, қанына қолдарын малып, араларымыз алыстамасын, бұрынғы бауырлардай тату бірлікте болайық деп баталасады. Ала арқан кесіледі, ұраны мен ен таңбасы белгіленеді. Осылай ендігі жерде құдалыққа жол ашық делінеді. Алайда, қалай айтсақ та қазақтың тарихи жады, санасы бір жолы жойылмай, қандасты, бауырластықты ұзағырақ сақтап ардақтайды, құрметтейді. Мен сіздерге нақты мысал айтайын. Біз былай тараламыз: Дулат, Шымыр, Бекболат, Шілменбет, Құли, Амалдық, Алдаберген, Баубек, Үсен, Әжі, Бақтияр, Әділ, Имаш, Момыш, Бауыржан, Бақытжан, Ержан. Дулат бабамнан Ержанға дейін 11 ата, бірақ құлилар әлі қыз алыспай бауыр туыс болып жүр. Қазақ салтында жеті атаға толмай тұрып құдандалы болу, ерлі-зайыпты болу, тұқым бұзушылық, қан асырушылық болып қатаң жазаланған. Жеті атаға толмай қыз алысып, қыз берісу кешірілмес қылмыс ретінде айыпталған. Көшпенді жұртқа ислам дінінің келуімен бірге оны уағыздаушылар шариғат қосқан екен немерені деген пәлсапа шығарып, арабтардың салт дәстүрін бізге әкеліп телімек болды. Арабтарда ағасының қызын інісінің ұлы ала береді. Туған апасының не қарындасының қызына нағашы ағасы үйленеді. Мұндай қатынастарды қазақ сұмдық тексіздік санайды. Сондықтан мың жерден мұсылман боласың десе де, оған қазақ көнбеді. Арабтың салтын қабылдамады. Шариғат жолы ерік берді екен деп, ұлттық қасиетін, дәстүрін аттап өтіп, ғашықтық сезімі жеңген қалқаман мамыр, еңлік кебектердің жасаға тартылуы қатал болғанымен, кейінгіге індеттей жайылмаудың жолы болатын. Қазақтың жеті аталық дәстүрін қазір ғылым да толық мойындады. Бір кезде оқымаған, қараңғы, надан деп айдар тағылған қазақтың ақылына, ой өрісінің биіктігіне бүгінде ғалымдар таңғалып отыр. Неге? Өйткені жеті атаға толғанша қан сәйкестігі сақталып, 8-ге жеткенде сол қан сәйкестігі жойылады екен. Ал қандастық, қан тазалығын сақтауды ата-бабам баяғыдан ақ білген ғой. Ғылым оны енді дәлелдеп отыр. Сөздің қысқасы, жеті аталық дәстүрді туыстық мейірімнің ұзақ уақыт жалғасатын тірлігі мен бірлігін бұзбауға, тұқымды пәк сақтауға жасалған ереже заңы деуге болады. Бұл аталас адамдар арасындағы ар-ұятты, адамгершілікті адал ұстаудың тұрақты жолы екенін көрсетеді, деп еді ата.